күріш, күріш, күріш. Күрішке сарымсақ салды. Сарымсақ, күріш. Сарымсақтың түрі мынадай. Сарымсақ, орысша чеснок дейді. Сарымсақ. Сарымсақ. Қайталаймыз, балалар. Сарымсақ, сарымсақ. Ал бұл қызанақ. Қызанақ. Қызыл түсті, дөңгелек қызанақ. Ал қанекей бірге қайталаймыз. Қызанақ, қызанақ. Ал бұл, балалар, қызылша. Қызылша, іші қызыл, сырты да қызыл, өте пайдалы, витаминге толы көкөніс болып есептеледі. Оның шырыны өте дәмді әрі пайдалы. Қызылша. Кәне қайталаймыз, балалар. Қызылша. Ал бұл, балалар, орам жапырақ. Орам жапырақ. Қайталаймыз бәріміз. Орам жапырақ. Орам жапырақ өте көп қабаттан тұрады. Сондықтан оны орам жапырақ деп атайды. Орам жапырақ. Мына көкөніс қияр деп аталады. Қияр. Кәне қайталайық, балалар. Қияр, қияр, қияр. Ал енді қайталаймыз. Тағы да бір көкөніс. Пияз, пияз. Бұны бәріміз білеміз, балалар? Пияз. Тамақ пісіргенде аналарымыз тамаққа қолданады. Ал енді бұл сәбіз. Сәбіз. Балалар, қайталаймыз. Сәбіз. Сәбіз.